Ыбырай Алтынсарин әңгімелер жинағы баланың айласы. Бір әлім адам жапанда келе жатып, аяғы астында бір үлкен тасқа сүрініп жығылыпты. Ойлады, бұл тас адамға зиян келтіретін тас екен, жолдан алып тастайын деп, солымен тасты көтеріп еді, астынан бір сандық шықты. Сандықты ашып еді, ішінен бір жылан шығып, шағамын деп әлімге ұмтылды. Әлім айтты, мен сені қараңғы, тар жерден, тұтқыннан шығардым, жақсылыққа жамандық бар ма деді. Жылан айтты, бар. Әлім айтты, олай болса біреуге жүгінелік, төре саған тисе шағарсың деп. Жылан да бұл сөзге тоқтап, екеуі келе жатып, түйеге жолықты. Түйеге бұлар істерінің мәнісін айтып еді, түйе айтты, жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, мен адамның қанша ауыр жүгін, мүлкін тасып, өмірімше қызмет істесем де, адам қай уақытта шамамнан тысқары жүк артады да, жүре алмасам ұрып соғып ренжітеді. Жылан мұны естіп, әлімнің мойнына бір оралды. Мұнан шығып, жеміс ағаштарына келіп жүгінді. Бұл ағашты айтты, жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, менің жемісіммен қанша адам күн көріп пайдаланып тұрса да, жемісімді жанауыртпай қолымнан алмай, түбімнен қатты ұрып, жемісімді жерге түсіріп алып жейді деді. Жылан әлімнің мойнына тағы да бір оралды. Онан кетіп, бір итке жолығысты. Ит те айтты, жақсылыққа жамандық бар. Мен иеме қанша түн күн ұйықтамай мүлкін, малын, өзін бағып қызмет қылып едім. Ақырында мен қартайып аурулы болған соң, таяқтап ұрып мені қуып жіберді деді. Жылан және бір оралып, енді шағамын деді. Әлім айтты, енді тағы біреуге ақ жүгінейікші, төрелік тағы саған тисе шаға бер деді. Сонан шығып бір топ ойнап жүрген балаларға келді. Ішінде бір бала әлімге сәлем берді. Әлім сәлемін алып, сол балаға істерінің мәнісін айтты. Бала естіп болып, әй ата, бекер сөйлейсің, осы қолыңдағы кіп-кішкентай қобдиға мойныңа үш оралған әйдік жылан сыюшы ма еді деді. Сонда жылан да айтты, бұл сөз рас деп. Бала тіпті нанбады, бұл сөзге көзбен көрмей кісі нанып болмас деп. Сонда жылан баланы нандыру үшін иіріліп барды да манағы қобдиға кіріп кетті. Бала сонда тарс еткізіп сандықты жауып бекітті де әлімнің қолына берді. Апарып алған орныңызға қойыңыз депті.